Қош келдіңіздер менің каналыма. Мынадай әдемі пакеттерден жақсы бір дүние шығарамыз, қазақша көйлек. Енді оған керекті құрал-жабдықтар скотч, қайшы, өлшегіш және қалам. Алдымен үлкен пакетті алып, шетіндегі артық пакетті қырқып аламыз. Және де бүктелген екі шетін ұзын қылып тегістеп аламыз да, екі шетін бүктеп кеуде қылып қырқатын боламыз. Артығын алып тастаймыз. Алдымен біз ұзындығын өлшеп алдық. Енді ортасын өлшейміз, мойын жағын. Және де иығын өлшейміз. Қолтық жағын өлшейміз. Енді сол өлшеген жерімізді қайшымен қырқып аламыз. Қазақша көйлектің кеуде жағы дайын болды. Енді екі шеті 8 сантиметрден алдық. Енді бұның етегі жағын артығын 8 сантиметрден қаламен сызып алып, артық пакеттің қырқып аламыз. Біздің қазақша көйлектің кеудесі дайын болды. Енді осы қазақша көйлектің өзімізге оңай болу үшін, әрине осы қазақша көйлектің кеудесі дайын болғаннан кейін бір-біріне біріктірмес бұрын біріншіден осы желеткіні қоса өлшеп алғаныңыз дұрыс болады. Қазіргі заманда осы қазақша оюларды пакеттің сырттарында көретін болып жатырмыз. Сол себептен бізге оңай болып тұр. Өздеріңізге оңай болу үшін осыны көрсеткелі жатырмын. Мектептерде және де басқа мекемелерде осы наурыз тойы тойлап жатыр. Және де алтын көз, көктемгі ару демекші, осындай мерейтойларға осыны істесеңіздер болады. Енді осының артқы пакетін қырқып, енді тура осы қазақша көйлектің кеудесін тура осы желекеге тура қылып кесіп алатын боламыз. Қырқып аламыз. Енді алдымен осы кеудесі дайын кеудесін бір-біріне біріктіретін боламыз. Скотч клейдің көмегімен біріктіретін боламыз. Ұнап жатса лайк басып, міндетті түрде лайк басып, және де тіркеліп кетсеңіздер де болады. Сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер. Мойынын кішкене қиып аламыз, тар болмас үшін. Кеудеміз дайын болды. Енді сыртқы желеткісін жабыстырамыз бір-біріне. Пакетіміз кішкентай болғандықтан біз пакеттің иықтарын жалғастыруға тура келіп тұр. Енді біз осы желеткінің ортасындағы бел жағын қырқып аламыз. Денемізге қанық тұру үшін белдерін қырқып, және жеңдерін. Екі шетіндегі түш жағындағы жеңдерін қырқып аламыз. Сонда осылардың бәрін бір-біріне скотчпен біріктірсеңіздер, сонда желеткіміз өзіміздің үстімізге құйып қойғандай болады. Енді бір-біріне скотчтың көмегімен жабыстырып отырамыз. Өте оңай, қарап отырсаңыздар. Енді кішкене осы
желеткінің алдыңғы жағын қайшымен дөңгелек қылып қырқып аламыз. Сонда әдемі көрінеді желеткіміз. Енді осы желеткіміздің шет-шеттерін скотчпен айландырып жабыстырып шығамыз. Енді біздің қазақша көйлегіміздің жеңін істейтін боламыз. Бұны кішкене гармошка қылып жиып скотчпен жабыстырып шығамыз. Екі шетінде жабыстырамыз, сіздерге оңай болу үшін. Тез көрсетіп жатқан жайым бар. Енді қазақша көйлектің етектерін жабыстыратын боламыз, айландырып. Енді ұзын пакеттен сол етектің ұзындығын жабыстырамыз. Бүгіп скотчтың көмегімен айландырып шығамыз. Мінекей дайын болды біздің қазақша көйлегіміздің етегі. Енді алдын кішкене скотчпен жабыстырып қоятын боламыз. Тағы да бір қатар жабыстырсаңыздар да болады. Ұзын қазақша көйлек жасаймын десеңіздер, енді біз қазақша көйлектің мойын жағын істейміз. Мойын жағында кішкене желпетек, баяғы қазақша көйлектердің желпетегін жасайтын боламыз. Өзіме оңай болу үшін саусақтарыма жабыстырып алдым. Енді сіздер көріп отырсаңыздар, таңғалмаңыздар. Осын аяғына дейін жеткізіп, осы мойын жағына. Бұл енді жаға ретінде кетіп жатыр. Сонда кәдімгідей қазақшаның жеңі болды. Жағасы болды. Біздің қазақша көйлегіміз дайын болды. Енді бізге осы қазақша көйлектің желеткасын кигізетін боламыз. Қараңыздар, дайын пакет, қазақша ою бар, өте оңай. Тек қана өздеріңіз кішкене артығырақ қазақша көйлектің фантазиясын шығарып, ойып, осы скотчтың арқасында істесеңіздер болады. Енді бізге тағы бір пакетіміз бар. Осы пакетті тарелканың арқасымен дөңгелек қылып қырқып, екі дана қылып аламыз бір-біріне жабыстыру үшін. Бұл тақиямыздың басымыздағы басты үлгісі. Енді екіншісі осы тақияның шетіндегісі. Осыны бірдей қылып қырқып аламыз. Енді осы кардон, дайын кардонды қырқып аламыз. Бұл тақиямыздың басқы бөлінің ортасында тұрады. Өйткені бұл пакет кішкене жұмсақ болып, сұлу көрінбейді. Сондықтан орталарына кардон кигізетін боламыз. Өлшеп алдық. Ұзындығы 10, ені 10, ұзындығы 30-32 сантиметр. Тақиямыздың өзі де 15-15-тен екі жақта. Сондықтан мынау екеуі де бір-біріне сай болу үшін кішкене артық 2 сантиметр алдым. Енді жанындағысын тақияның ортасына 5 сантиметр қылып қиып алдық. Өйткені тақияның бас жағы кішкене биіктеу болып тұрғанда сұлу көрінеді. Қазіргі тақиялар шығып жатыр ғой. Неше түрлі этно тақиялар. Сол құсатып алдым. Енді осыны домалатып скотчпен жабыстырып шығамыз. Бұл көйлек негізі тек қана әртүрлі наурыздарға да болмаса да
негізі қыз аруы және де алтын көз, көктемгі аруларға жата береді. Осындайды істесеңіздер болады. Жоқ нәрседен бар нәрсе істесеңіздер болады. Енді біз мынау көбіктен жасалған пластикалық затпен енді біз осы тақияның үстіңгі жағындағы үкісін жасайтын боламыз. Сатып алып әуре болмайсыздар. Осы затпен істесеңіздер кішкене қақиып әдемі көрінеді. Жапырақ сияқты алдық енді. Осын бір 6 данасын алдық. Ортасында қалың спашкамен, таяқшамен осын орталарына скотчпен кілеулеп шығамыз. Өте оңай. Істейм деген адамға оңай. Істеп көрсеңіздер болады. Енді біз осын бәрін жабыстырып болдық. Енді тақиямыздың ортасын кішкене тесіп, осы жаңағы үкімізді енді арнайы шын үкі емес, енді қолдан жасалған үкіні ортаға скотчпен жабыстырып қоямыз. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Лайкты аймаңыздар, тіркеліп кетіңіздер міндетті түрде. Сұрақ болса, сұрақты қоя кетіңіздер. Менің тақиям дайын болды. Баға беріп кетіңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер дәрекке. Енді сіздерге мен осы қазақша көйлек ұнайды деп ойлаймын. Көргендеріңізге рахмет. Лайкты аямаңыздар. Тіркелуге тырысыңыздар.